Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі және теп-тегіс болып қапталған торттың видео рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көпе-пай торттың қаптайтын боламыз. Қаптамастан алдын біз бір тәулікке тоңазытқышта ұстауымыз керек. Кремімізге творожный сыр, сливки, сахарный пудраны жақсылап араластырып, крем жасап аламыз. Кремімізді екі түске боямыз. Біреуін сары түске, екіншісін көк түске боямыз. Менде гелевый краситель және де тортымыздың сыртына осылай видеодағындай жағып аламыз. Дәл осы видеодағындай көк түсті және де сары түсті қасықпен жағып аламыз және оны жақсылап тегістеп аламыз. Пай тортының корждарының рецептісі менің YouTube арнамда бар, кіріп көре аласыздар. Міне тортымызды дәл осылай қаптадым. Декорын менде шоколад және посыпка және де осындай кремнің қалғанын осылай әдемі етіп гүл тәрізді қылып шығарамыз. Міне осы видеодағыда қарап жазсаңыздар болады. Декор өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жан сұлу.